Сәлем оқырман. Шерхан мен Ақбота қайта бірге емес. Бүгін болса Шерхан өзінің жазбаларын қалдырды. Не жазды екен көрейік. Маған енді Ақбота деп айтпауларыңды сұраймын. Енді Шерхан Ақбота деген жоқ. Похуй, өмір сүруді қаласа білгенін жасасын. Ол кіммен не істейді, шаруам жоқ, білгенін жасап жүре берсін. Ішім өртеніп жатқанымен сол үшін босқа ел алдында үйленіп, өмірде түрлі адамдар болады екен-ау, есеппен жүретін. Мен бүгін ойлағанмын, бәрі басқаша болады деп, сабыр деп өзім татып келіп едім алдына. Қателігін түсінеді деп. Бірақ санасы жетпей, өтірік абыройымен сасық көкірегі жібермеді. Шынайы жүзі басқа, шындықты білсеңіздер түсінесіздер-ау деді Шерхан. Шерханның бұл сөздері көпшілікті таңғалдырды. Оның эмоцияға беріліп, ренішін ашық білдіруі Ақботамен арадағы жағдайдың оңай аяқталмағанын көрсетті. Ақбота бұл мәлімдемеге жауап қатпады. Көпшілік бұл жағдайға әртүрлі пікір білдіруде. Бірі Шерханды қолдап, оның шынайы сезімін таптаған Ақботаны айыптаса, енді бірі керісінше, Ақботаның өзінше өмір сүргісі келетініне түсіністікпен қарауда. Алайда Шерханның ашық айтқан сөздері екеуінің арасы түбегейлі үзілгенін көрсетті. Ол енді бұл оқиғаны артта қалдырып, жаңа өмір бастауға тырысатын сияқты. Бірақ оның сөздерінен өкініш пен ауыртпалықтың әлі де кетпегенін аңғаруға болады. Бұл оқиғаның жалғасы бола ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық, Шерхан мен Ақбота енді бұрынғыдай бірге емес. Ал пікірлерге көшсек, өзің де бір сорлысың, халықтың айтқанын тыңдамай, сені аяққа таптап отыр ғой. Анаңның назарына ұшырайсың, әлі ақ қатын жолда, бала белде дегенді түсінесің. Баланы ойлап, оған алаңдайтын ол әйел емес, өз жағдайын ғана ойлап жүр. Ай, бұл дүние жалған дүние. Бұл өмірдің өткінші екенін неге түсінбейсіңдер? Адамдар байыған сайын көкірегі керіледі. Өзімді жақсы көремін, өзім ғана, тек өзім деп ойлап, ақыры сол өздігін жояды. Бірақ соңында өзіне өкініш білдіретінін білмейді. Алла тағала берген бақты көтере алмай, мақтанышқа салынып адасқаны шығар. Бірақ, Шерхан, сен қолыңнан келгенше бас иіп, отбасыңды сақтап қалуға тырыстың. Кейде бәрі ойлағандай болмайды. Енді тек алға қарай ұмтылу керек, артқа қарама. Барлығы жақсы болады. Алла тағала бәрін көруші, білуші, ол бәрін өз орнына қояды. Сен бақытты болуға лайықсың, әлі ақ өз бақытыңды табасың. Жақсы қыз жолығады, бәрі өз ретімен келеді дейді оқырман.